Кем болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі, Аллаштың баласына нәсіп болған, құтты болсын Наурыз мерекесі. С Наурызом от рождения. В почете он у многих стран. Все празднуют его без сожаления, как в этот час страной мы Казахстан. Как хорошо тебе и мне, мы родились в одной стране, где люди все одна семья, куда ни глянь, кругом друзья, казахи мы и русские, немцы и уйгуры. Мы дети нашей Родины, ее мы очень любим. К нам праздник Наурыз. На полях повеяло весной, хозяйки юрты разливают всем кумыс. Мы идем встречать праздник Наурыз. Наурыз — начало года, приход весенних праздников к нам в дом. Нам очень весело с друзьями, мы вместе песенки поем. 15 наурыз табиғат күні. Табиғат төңірегіндегі өмір қазақтардың көшпелі дүниетанымының бір бөлігіне айналды. Сондықтан аумақты абаттандыруға назар аудара отырып, күнді табиғатта өткізу маңызды. Бұл экологиялық, зияткерлік сананың дамуына және өскелең ұрпақтың денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Бұл күні үй-жайлар, кеңселер тазаланады. Алаңдар сыпырылады, қар мен қоқыстан тазартылады. Адамдар бір-бірінің реніштерін кешіреді, қонаққа шақырады, бірге серуендейді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Қазақстан қызғалдақтар мен алманың отаны деп атап көрсетілген. Осы фактіні көпшілікке тарату мақсатында Қызыл кітапқа енгізілген және көктемді бейнелейтін жаңару мен жаңа өмірдің басталу уақытын бейнелейді. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаңда жол болсын. Ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, пәле жала жерге енсін. Қуаныштарың көп болсын, уайымдарың жоқ болсын, Наурыз мейрамы құтты болсын. Әумин.